Зерттеу барысында біз камера мен цифрлық кеңістік дәстүрді сақтай ма, әлде жоя ма деген сұрақтың төңірегінде түрлі жастағы респонденттердің пікірін білетін боламыз. Ерте буын өкілі Кумбаев Искендер Ясауиннан жауап аламыз. Жалпы енді қазақ халқында салт дәстүрлердің өзі пайда болуының өзі өте ежелгі заманнан басталды. Камера жоқ кезде басталды ғой енді. Сондықтан да әркім салт дәстүрді біреу үшін емес, өзі үшін ұстанады, ұстап та келді. Атадан балаға берудің арқасында бізге қазіргі күні осы дәстүр жетіп отыр. Енді бүгінгі заманға келетін болсақ, қазіргі заманда ғаламдастыру жүріп жатыр, глобализация жүріп жатыр. Сондықтан да көптеген салт дәстүрлер жойылып кетіп жатыр. Сол тұрғыдан қарайтын болсақ, енді біреулер салт дәстүрді ұстанатын кезде осы камераға түсіріп жатады, немесе басқадай жолдармен жариялап жатады. Енді бұның былай қарағанда ерсілігі де жоқ. Себебі қазіргі заманда әркім өзін сақтап қалу үшін, ұлттық берекені сақтап қалу үшін, насихаттау үшін түсірудің ешқандай әбестігі жоқ деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Орта буын өкілі Рахатқызы Әсемден жауап алатын боламыз. Біз екі дәуірдің арасындағы алтын көпірміз. Дәстүрдің түпнұсқасын көрдік, бірақ қазіргі қарбалас өмірде бәрін бірдей сақтауға жалпы үлгермей жатамыз. Мен үшін камера артындағы дәстүр өте ыңғайлы құрал. Мысалы, балама тұсаукесердің мәнін түсіндіру үшін ютубтан сапалы видео көрсеткенім әлдеқайда мен үшін тиімдірек болып саналады. Жалпы цифрлық жобалар дәстүрлі заманға икемдеуге көмектеседі. Бұл мақтаншақтық емес, бұл мәдениетті жаңаша насихаттау болып табылады. Сұрақ басталды 1-2. Маған кітаптағы ұзын мәтіндерді оқығаннан көрі тиктоктағы қысқа этно челлендждерін көрген ұнайды. Мысалы, қазақтың салт дәстүр видеоларын көрсем, менде мақтаныш сезімі оянады. Егерде қызықты сайттар болса, мен достарыммен бөлісер едім.